Сәлем достар, бүгін мен сіздермен бірге 4 мезгілді жасайтын боламын. Олар көктем, жаз, күз, сосын қыс. Осы 4 мезгілді жасайтын боламыз. Міне мен ол үшін неге кіріп алдым персонаждарға. Енді жасаймыз. Міне мен осы 4-еуіне жасаймын. Бірінші біз көктемді жасаймыз. Көктем аппақ болады. Көктемнің шашын қалай істейміз? Былай болады. Қаралау болады. Содан кейін көктемде Так, енді көктемге біз қандай киім бар бізде көктемге? Мына көктемге әдемі келетін сияқты. Гүлдері бар. Енді оның басына не қоямыз? Гүлге қойсайын, гүлге. Бізде бірінші персонаж дайын, ол бізде көктем. Көктемді осылай жасадық. Енді бізде жаз. Чертик футболки. Жазда қыздың шашы қандай болады? Осындай болады. Шашы кішкене. Иә, сондай болады. Давайте осылай болады. Қара. Так, енді жазда бізге жасыл емес, бұл жолы жаз деп тұр ғой, бізде жасыл киінеміз, чертик футболка киіп жемпірге кіру керек. Жемпір. Жемпірді күзде кигізеді. Жоқ, жемпір. Чертик ғой. Жоқ, футболка. Қыста мынандай куртка киетін керек қой. Футболка. Футболка. Так, қандай не бар еді бізде? Футболка, иә. Осы келеді. Иә. Және енді бізге осы болады қанша, чертик футболка. Так, енді бұған мына зор. Мынау. Осы. Енді бізде күз. Санда басет. Енді күз, сосын енді күзде ана. Күзде өседі. Енді қыздың шашын, күзде қыздың шашын. Мынау, иә. Әдемі. Енді күзді кішкене қоңырлау. Қоңырлау, зор. Менде қонақта менің інім сіздер жағын. Телефон алсамнан бәрін сорғылайын деп тұрмын. Бірақ осындай түсірмеймін. Мен мысалы аниме түсіретін жоқпын. Көріңіз. Қоңырланса. Так, күзге қандай киім бар бізде? Жемпір бар ғой, күзде жемпір кию керек. Осы әдемі болады деген біздегі адам. Зорға ма? Сосын жоқ, жазға кірші. Жазда ше, кепка киіп жүрген ғой, мұрның қандайды ғой. Қыздарсы киген киесіз ғой. О, кепка бар екен. Ой. Жоқ, бұндай емес. Панама болады. Панама кию керек. Жоқ, аңшылар киеді ғой оны. Дима, ойбай. Біртүрлі ұрыс. Кепка киіз қоясыз. Панама жақсы. Мынаны киесің. Нормально шығар. Осы киесің. Жасатын бір стиль табу керек. Жаз. Кепканы киесіз. Кепкалардың не бар? Розовый. Зор. Осыны киеміз. Дәл осыны айтқанымыз. Бесник болды.
Енді қыс. Қыс мезгілі соңғы мезгіл. Так. Қыста енді адам шашын түйіп жүрмейді ғой. Болпай жүрер енді. Болған бір шаш табу керек. Мынау иә. Жоқ. Бір тілегім. Мынау жерде. Болады ма? Жарайды. Сосын әйтеуір болады. Так, енді Қыста мынандай болу керек. енді қас қара болу керек. Так, киім, куртка. Куртка жоқ, қыста бөлесің. Жоқ, марш түй. Қыста да мұнда. Саған бір көрмек қой. Қазір көрсем бөліп. Олар істеу. Жынды. Науши. Демосы. Төте саған да көрсек қорқытса. Мына. Мына көйлек қой. Фея заттың дейді. Жоқ, ол жемпіт қоя. Мынайды категориялар дейді ғой. Мен андаса. Сен сыйларым мынандай киімдер. Жағамайсың. Так, бағана курткадан. Вот, енді курткада енді қысқа. Бас киім бізде. Сіздің? О, менде мынандай дәл жоқ. Сіздің мынандай шапкың келсін? Мынау. Әдемі екен. Әдемі жасады. Болды жетеді. Әдемі жасаған. Зор ғой ой. Соң киесің. Балалармен, достармен екі біз біттік. Осылай 4 мезгілді жасадым. Видео ұнаса маған лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Давайте, всем пока. Сіздермен болған мен Сезім, сосын менің інім. Сержан. Сосын? Төдес. Давайте, всем пока.